Дәл қазір айнаға қараңызшы. Мойнымыз, қолтық астымыз немесе шав аймағыңыз майда өскіндер бар ма? Егер косметологқа барып, бұл папилломаларды күйдіруді жоспарлап жүрсеңіз, тоқтаңыз. Бұл видеоны соңына дейін көрмейінше, керіңізге жоламаңыз. Өйткені сіз артық етті емес, ағзаңыздың апаттық дабылын өшіріп жатырсыз. Медицинада бұларды акрохордондар дейді. Сізге бұл жай ғана вирус немесе киім үйкелгеннен деді ме? Өтірік. Бұл косметикалық индустрияның алдауы. Шын мәнінде бұл тері ауруы емес. Бұл қаныңызда жүзіп жүрген үнсіз қатердің, яғни инсулин резистенттіліктің сыртқа атқылап шыққан белгісі. Бүгін мен Мирас Ерланұлы сізге сыртқа қаумен емес, ішкі мұсталмен қалай күресу керектігін ашық айтамын. Елестетіп көріңізші, ағзаңызда ісіктерді, кисталарды және осы өскіндерді тоқтаусыз қоректендіретін тыңайтқыш краны ашық тұр. Сіз сыртынан тек шөбін шауып тастап, мәселе шешілді деп алданасыз. Бірақ іштегі өртті сөндірмесеңіз, бұл өскіндер ертең қант диабетіне, бедеулікке немесе қатерлі ісікке жол ашады. Дайын болсаңыз, бастайық. Бұл процестің биохимиясын түсіну өте маңызды. Тері неліктен кенеттен бір жерде қарқынды өсіп, аяқшалы төмпешікке айналады. Өйткені оған сырттан біреу тоқтамай өсе бер деген бұйрық беріп тұр. Біздің ағзамызда осы команданы инсулин және инсулин тәрізді өсу фактор береді. Инсулин бұл қуатты анаболикалық гормон, ал анаболизм дегеніміз өсу, жиналу және көбею деген сөз. Қалыпты жағдайда инсулин жасушаларға қоректік заттарды жеткізетін кілт қана. Инсулин резистенттілік кезінде қандағы инсулин деңгейі созылмалы түрде нормадан 5-10 есе асып кетеді. Сіздің ағзаңыз өсу гормонына айналады. Ал теріңіз әсіресе қатпарлы жерлер, мойын, қолтық асты, шап және кеуде асты аймақтары осы артықшылыққа бірден жауап береді. Тері жасушалары қажеттіліктен тыс тез бөлініп, бірінің үстіне бірі қабаттаса бастайды. Нәтижесінде біз көріп жүрген жұмсақ поликтер пайда болады. Сондықтан мен денесі осындай өскіндерге толған адамды көргенде анализдеріне қарамай диагнозын айта аламын. Инсулин деңгейі тым жоғары. Қант диабетінің қаупі өте жоғары. Бауырды май басу, стеатоз процесі жүріп жатыр. Тері ұйқы безінің айнасы. Жасушалық деңгейдегі механизм қарапайым. Инсулин тәрізді өсу факторын белсендіреді. Ал ол тері жасушаларының рецепторларына жабысып алады. Осыдан кейін бақылаусыз бөліну басталады. Акрохорд сол бейберекет бөлінудің физикалық дәлелі. Сіз болсаңыз, бұл жай ғана вирус деп ойлайсыз. Өскіндер шыққан аймақтарға тағы бір рет мұқият қараңызшы. Тері сол жерлерде сәл қараңғыланып, кір сияқты көріне ме? Тіпті моншаға барып, ең қатты мочалкамен ысқыласаңыз да, жуылмайтын бұлдақтарды медицинада акантоз. Бұл инсулин резистенттілігінің клиникалық белгісі. Қандағы шамадан тыс көп инсулин тері жасушаларын, кератиноциттер мен меланоциттерді тек бөлінуге ғана емес, пигментті, яғни түсті еселеп өндіруге мәжбүрлейді. Тері қатайып, барқыт тәрізді болып қарайып кетеді. Егер сізде әрі өскіндер, әрі осы кірлі мойын белгісі болса, бұл сіздің қант диабетіне бір қадам қалғаныңыздың белгісі. Елестетіп көріңізші, бақшаңызда арамшөп қаптап кетті. Сіз оның басын ғана қиып тастайсыз да, тамырына күн сайын ең күшті тыңайтқышты құйып отырасыз. Не болады? Ол ертең бұрынғыдан да көп болып өседі. Бұл өскіндер де дәл солай. Сіз косметологқа барасыз, ақша жұмсайсыз, ауырсынуға шыдайсыз, 20 өскінді күйдіріп тастайсыз. Косметологтан шыға сала тәтті шырын ішіп, фастфуд жейсіз. Қаныңыздағы инсулин қайтадан көтеріледі. Сіз тағы да тыңайтқыш септіңіз деген сөз. Жарты жылдан кейін косметологқа қайта барасыз. Бұл олар үшін керемет бизнес, ал сіз үшін өте нашар стратегия. Ең қорқыныштысы бұл емес. Инсулин тек мойныңыздағы папилломалардың өсу факторы емес. Ол ағзадағы бүкіл ісіктердің қорегі. Оның ішінде жатыр миомалары, аналық без кисталары, ішектегі полиптер, тіпті қатерлі ісік жасушалары. Егер бойыңыздан өксіндерді байқасаңыз, косметологқа емес, зертханаға барып, мына маңызды көрсеткішті тексертіңіз. Ашқарынға қандағы инсулин деңгейі. Бұл ең маңыздысы. Стандартты тексерулерде қант деңгейі қалыпты болса да, инсулин жоғары болуы мүмкін. Бұл жасырын предиабет. Гликерленген гемоглобин соңғы 3 айдағы қанттың орташа көрсеткіші. Ферритин мен С реактивті белок ағзадағы ішкі қабыну деңгейін көрсетеді. Бауыр ферменттері, АЛТ, АСТ, бауырды май басу, гепатоз деңгейін анықтау үшін қажет. HOMA-IR индексі инсулинге төзімділіктің нақты көрсеткіші.
Есіңізде болсын, акрохордондар, яғни өскіндер, инсулин резистенттілік және бауырды май басу әрқашан бірге жүретін қауіпті үштік. Мойындағы ұсақ өскіндер бұл жай ғана косметикалық кемшілік емес. Бұл сіздің ағзаңызда кез келген ісіктің өсуіне қолайлы орта жасалған туралы зиянсыз ескерту. Біз косметикалық түрден емес, осы ішкі қатерден қорқуымыз керек. Осы өскіндерден бір жолы арылуға бола ма? Әрине болады. Инсулин деңгейі қалпына келгенде, өскіндер жай ғана кеуіп, ешқандай із қалдырмай өздігінен түсіп қалады. Инсулинді төмендету бұл процестің бірден бір нақты шешімі. Сізге арналған 5 қадам. Бірінші қадам – аралықтыға шығу. Бұл инсулинді төмендетудің ең қуатты құралы. Ағзаңызға инсулин деңгейін 0-ге дейін түсіруге мүмкіндік беріңіз. Үнемі бірдеңе шайнап жүруді тоқтатыңыз. Күніне тек 2 немесе 3 рет тамақтаныңыз. Шаймен печенье жеу дегенді ұмытыңыз. 16 сағат ашығу, 8 сағат тамақтану. Бұл режим ешқандай дәрісіз инсулин деңгейін түбегейлі өзгертеді. Екінші қадам – тыңайтқышты бір жолы алып тастаңыз. Қант пен крахмал өскіндердің басты қорегі. Олар қанттан жасалған. Рационыңыздан қантты, манды, макаронды, картопты және тәтті жемістерді алып тастаңыз. Төмен көмірсулы диетаға өтіңіз. Глюкоза ағыны тоқтағанда инсулин деңгейі күрт түседі, ал өскіндердің өсуіне себеп қаламайды. Үшінші қадам – алма сірке суы табиғи көмекші. Алма сірке суы инсулинге сезімталдықты арттырады. Әрине, оны өскіннің үстіне жапсырып кептіруге болады, бірақ ішке қабылдау әлдеқайда маңызды. Тамақтан бұрын 1 стақан суға 1-2 ас қасық табиғи алма сірке суын қосып ішіміз. Ол асқазанның босауын баяулатып, глюкозаның қанға бірден шапшуын тоқтатады. Демек, инсулин секірмейді. Төртінші қадам – физикалық белсенділік инсулин утилизаторы. Бұлшықет жұмысы арзадағы артық қантты жағатын ең тиімді пеш. Жаяу жүру, жүзу, немесе жеңіл жаттығулар жасушалардың қантты инсулиннің көмегінсіз сіміруіне көмектеседі. Тамақтан кейін небәрі 20 минут жаяу жүру инсулинді 15%-ға дейін азайтады. Бесінші қадам – берберин, табиғи метформин. Егер диетаны сақтау қиын болса, табиғи қосымшаларды қолданыңыз. Берберин қандағы қант пен инсулинді қуатты түрде төмендететін бірегей шөп препараты. Күніне 3 рет тамақтан бұрын 500 мг. Зерттеулер бербериннің тиімділігі жағынан танымал дәрілік препараттардан кем түспейтінін дәлелдеген. Аралықтық ашығу мен төмен көмірсулы диетаны бастаған соң, 2 аптадан кейін инсулин деңгейі тұрақтала бастайды. 1 айдан кейін өскіндер кеуіп, кейбірі өздігінен түсе бастайды. 3 айдан кейін мойын, қолтық асты және басқа да аймақтар толық тазарады. Ең бастысы, жаңалары өспейді. Егер видео пайдалы болса, лайк басып, Дәрігер Мирас каналына қосылыңыз. Денсаулық сіздің ең үлкен байлығыңыз. Сау болыңыз.